Қазақстанда зейнетақы жүйесіне өзгеріс енгізілмек. Жуырда ғана қаржы саласының мамандары үкіметке ұсыныс жолдағанын айтқан болатынбыз. Сол бойынша енді елімізде Елена Бахмутова, Қадыржан Дамитов, Ораз Жандосов, Әнуар Сәйденов және Григорий Марченко зейнетақы жүйесіне өзгеріс енгізуді ұсынды. Ұсыныстар қатарында азаматтарға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаржысын емделуге немесе үй алуға жұмсауға тыйым салу да бар. Самұрық-қазына ұлттық компаниясының тәуелсіз директоры Болат Жәмішев зейнетақы жүйесіндегі реформаның кей тұстарын толыққанды баяндап берді. Қаржы саласының майталманы Болат Жәмішевтің сөзінше, сарапшылар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаржыны ем алуға және баспана алу үшін жұмсауға тыйым салуды ұсынып отыр. Бұл бүгінде әлемнің дамыған жетекші елдерінің қатарынан саналатын Сингапурдан алынған үлгі екен. Бірақ мамандар бұл тәжірибе біздің елде қолдануға келмейтінін айтады. Сондықтан барлық емес, зейнетақы шотында қаржысы жеткілікті азаматтар ғана бұл норманы қолдана алғаны жөн деген қорытындыға келген. Расында да бүгінде зейнетақы жинақтау жүйесінде шекті мөлшерге жеткендердің қатары саусақпен санарлықтай ғана екені белгілі. Сонымен бірге ұсыныс білдірушілер елдегі базалық зейнетақыны есептеу механизмін өзгертуді ұсынып отыр. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты болып отыр. 2024 жылы ең төменгі жалақы 85 мың теңге болса, күнкөріс деңгейі 43.407 теңге деп бекітілген. Реформаға сәйкес сарапшылар базалық зейнетақыны ең төменгі жалақы арқылы есептеп, медианалық жалақының 50%-на дейін өсіруді ұсынып отыр. Бұның да өзіндік ерекшеліктері бар. Өйткені медианалық жалақы дегеніміз азаматтардың орташа жалақысының бір түрі. Яғни барлық жұмыскерлердің 50%-ның жалақысы медианалық есептен жоғары болса, 50%-ның еңбекақысы медианалық жалақыдан төмен дегенді білдіреді. Сонымен қатар инфляцияны ескере отырып, жыл сайын 2% көлемінде индексация жүргізу керек дейді. Осылайша базалық зейнетақы көлемі ең төменгі жалақының 80%-на теңеспек. Сарапшылар тобы зейнетақы төлемдеріне жұмсалатын мемлекеттік шығындарды бір деңгейде ұстап тұру керек деп есептейді. Қаржы саласының мамандарына бұл барлық жағынан есептелген шаруа болып отыр. Бүгінде мұндай шығындар жалпы ішкі өнімнің 2,8%-на тең. Дегенмен экономика мен жалпы ішкі өнім артқан кезде зейнетақы да көбейіп отыру үшін бұл көрсеткішті 3%-дан азайтпау керек екен. Қаржы сарапшылары осылай деп отыр. Ал азаматтар зейнетақы жүйесіне толық қатысуы үшін базалық зейнетақы мөлшерін бірыңғай жинақтау жүйесіне қатысу уақытымен есептеу керек деп есептейді. Сәйкесінше, азамат зейнетақы жүйесіне қаншалықты ұзақ ақша құйса, базалық зейнетақы мөлшері де артады. Расында да бірыңғай жинақтаушы зейнетақы жүйесіне жастайынан мол қаражат құйғандар еңбегінің зейнетінің бейнетін қартайғанда көруі әбден мүмкін. Сарапшылар тобы ұсынған келесі өзгеріс бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жұмыс берушілер құятын міндетті зейнетақы жарнасын қолдану жүйесін өзгерту болып табылады. Сарапшылар бұның да өзіндік тиімділігі зор деп есептейді. Бүгінде жұмыс беруші әр қызметкер үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына
қосымша 5% көлемінде жарна құйып отыру керек. Қаншама жылдардан бері айтылып келген мәселе биыл қолға алынған болатын. Сарапшылар жалақы көлемінің 4%-ын жеке зейнетақы шотына аударуды ұсынады. Қазір жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ортақ есепшотқа түсіп отырады. Сондықтан қолданыстағы зейнетақы жүйесінде шотында ақшасы таусылған адамдарға қатысты қатер ескерілмейді дейді. Мәселен, азаматқа 89-90 жасқа дейін тұрақты түрде зейнетақы төленіп отырса, бұдан кейін ұлттық төлем жүйесінен берілетін төлем тоқтайды. Сәйкесінше азаматтар 90 жастан асқан соң зейнетақы төлемінсіз қалуы әбден мүмкін. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасының қалған 1%-ы азаматтарды зейнетақысыз қалу қатерінен қорғау үшін жұмсалуы керек. Бұл мақсатта Болат Жәмішев кепілдендірілген өмір бойғы төлем шоты ашылып, 1% көлеміндегі қаражат осында аударылады дейді. Кепілдендірілген өмір бойғы төлем шоты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында құрылуы керегін атап өтті. Сарапшылар ұсынған тағы бір өзгеріс өзін жұмыспен қамтығандарға қатысты. Яғни мұндай азаматтар тобы ұлттық төлем жүйесіне ең төменгі жалақының 10%-ын, яғни 2024 жылғы көрсеткіш бойынша бұл 8,5 мың теңгеге тең.